Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Сико Кезет және де менің қасымда Атжан. Достар, және де біз кішкене модпен ойнап жатырмық, бірақ та бұл модтың анандай ешқандай да дамуға немесе кемсуге тым көмек жоқ, жай ғана заттар әдемі болып тұрады. Және де кішкене әрине шейдер жоқ, бірақ сүру тұрады, және де энтермен жүр. Энтермедің сразу өліп енді достар, енді кейбір дауысты терін білмейтін де сосын достар, осы модтың жақсы жақтары жай ғана не осындай болып тұрады, кішкене компьютертікіне, және де адамды ұрып сөйтіп істейтін болсаң деген бір дос шығады. Жаңа өздеріңізді көрдіңіздер. Енді біздерде және де бұл модда осындай қызыл ағаштар бар. Қазір қойып отырайын. Достар, және де мен қайта оралдым. Және де біз әлі дымда да істемедік. Жай ғана біз бір жаққа жұмсап жібердік. Соған барып келдік. Енді біз ағаштарымызды жинап бастайық, кеш батып кетпей тұрғанда. Достар, және де модта міне осындай ағаштарды өстіп кішкене өзгерткен. Басқа жаққа өліп кеткен емес. Сылақ жанады ма? Нұрмәнеді. Ұзын болып кетті ағаштар. Бітпей жатыр. Бірақ та бұған модтың қатысы жоқ, сұрасып айтайын. Мына модта және де бір жаманын айтайын, сөздері карта жоқ. Мен картаның модын таптым, бірақ та мода бір жерде жануар немесе крипер сондай бір зат тұрса көрсетілмейді. Сол үшін қайтадан өтіп тұрмын картаның модын. Не самый 500 болды. Достар, енді міне көптеген ағаштар жинап алып жатырмық. Бұл модта дейтін және де есіктердің кейбір есіктер өзгерген. Ол кәдімгі есік. Темір есік. Жарайды, енді осыдан менде мердегі шөптерді есеп тастайын. Жасалған ағаштың елексі бар менде. Екіндер шығар екен. Менде де бағуды 34-те жетпейді. Менде неше жасалмаған ағаш бар? 12. Менде бана 14 болды. 8 ағаш жас қой. Достар, енді мен егін істеп жүрмін, тым егін шығатындары жоқ. Жарайды, ең бастысы үй соғайық. Сен де осы қайың ма не? Жарайды, онда шеттерін өстіп қойықшы. Ема, қайың емес болса да мына. Нері есік бар? Есікті кішкене өзгертшейші басқа жаққа. Үйдің ортаңда сондай жақтарында. Бір түрлі сынады екен, не? Затты. Түнедім. Нерге қойсай? Жайды мынандай емес, жасалған түрі болсын, әйтпесе мынандай түрі бір түрлі екен. Мазарды мен жасап алайын. Ол енді кішкене болса да нормальді. Сен сондай қойып Әсірге. Бірақ та үйдің ішін неде істей саяқ та өстіп. Үйдің жолдан көтеріп тұсау керек енді. Сандық жасау отсым әлде жасайын ба? жасап тұсам. Екеу жасамайсың мен? Сандық жасандыр шыққыз.
Қазір достар мен не істейтінімді қараңыз. Неғып бүйтіп істеп жатырмын десеңіздер айтайын. Қазір істеп болған соң көрсетейін. Мен ағаш сындырып балта жасап өйстіп сосын сындырып. Сосын өйстіп. Неге десеңіздер қазір сандықтың үстіне бір сәт қойсақ сондай болады. Қазір істеп қоя тұрайыншы мен. Достар, мен қайтадан оралдым. Және де міне бір қойдың маркасы бар бізде енді. Менде бесеу бар. Болмаш. Бесеу болып жана еді. Онда екі диван жасап аламыз. Өзіме. Ой, мен сары толып тұрған қызылын таппай жатырмын. Көгін де болғансың. Онда сен көкте жатасың ба? Сарыда ма? Сары. Үйдің алдын. Мен шетелдердің жерінде болдым. Қой? Үйдің арт жағына примерно. Үйдің арт жағына. Шетелдердің жері деп ойласам. Қызыл ағаштан жасалған. Қайыңдардың есігінің жапырағы қып-қызыл болып тұрған. Там қызыл гүл жоқ қонаяқта. Бақта қойлар толып жүрген шынымен мерді. Достар, енді дауысымыз сәл шығып қалған сияқты. Енді тіпті есілмей де қалған шығар дауысымыз. Бірақ та енді деген өзім сондаймын дегенде кішкене тін де түсіріп тұрмыз. Сол үшін кішкене дауысымыз шықпай тұр. Сол себепті айып етпеңіздер. Көрдің ба сынған дауысы? Аяғын сындырып алған ма дейсің? Өйткені құлап кеттім мен. Қазір. Қайда ақтаймыз осы жерде? Қарашы қазір нәлерді әңгіткен соғымыз. Қай жерде? Мүмкін нәлерді. Матисктерді. Аңғада мен балтамды. Арасындырып көремін. Кішкене дейстейім әлде сол бая қалдым. Арасындырып. Жоқ. Бая. Не көмегі жоқ кен. Көріп тұрғандарыңызды. Менде жетіп отыратын олыста кішкене. Сондыққа салып қойдым. Базар жоқ. Достар, енді даусым қайтадан жайсыз қалды. Мүлдем сөйлемей ойнап отқанға ұқсайтын шығар. Енді барынша тырысып музыка қосып қоюға тырысам, бірақ та мен музыка қоса алмаймын. Бірақ та сіздер үшін тырысам. Егер де музыка
Қосылмаса ренжімеңіздер. Қосылмаған ол. Мен ондай мықты емеспін. Достар, жақында Майнкрафттың 17-ші версиясы шығады. Яғни 2021-де. Жақында қалды. 1.17-де. Біз қазір 1.40 1.16.40.02. Қазіргі соңғы Майнкрафттардың бірі десек те болады бұл Майнкрафттың. Міне достар, осыны көрсету үшін мен ұзақ жүрдім енді. Осылар үшін мен біздің үйде қой жүрмін. жүре берсін. Күшті, я? Терезенің көмегінсіз терезе. Достар, және де терезеге де мод бар. Бұлдыңыз. Не, әңгіме болды ма? Достар, Қойылы. қарашы Ағжан. Жоқ, кішкене запшиш. Бұрын еске ақсап қалды. Кішкене болса да. Плюс шығып кішкене. Енді бізге мен песок істеп келем. Айтпақшы, сандыққа мақталарды салдың ба? Жоқ. Салсыз, мен диван жасалдым. Диван жасап алдым. Кеттім мен. Ой. Мен кирка жасамай тас сындыруға кетіп қоядым. Үштім. Ема. Сен неғып көк қылмадың, көк қылш. Жарып қылмай қойш. Қызыл көрмесі деп жүрмін. Және де табамын десем де болады. Қызыл гүлді. Барынша тырысам енді. Бұлай табам деп айта алмайым. Достар, біз бастаған кез мына аяқтардан шығыдық. Осы ана аяқтары біздің үйіміз. Оған ерте тегіп жатыр. Мен бана асқабақты көрдім. Асқабақ па? Енді тегіп ба деп тұрған жоқпын. Мен де бір-ақ ет қалды. Бірақ та тегіп ба бізге не шаққа. Ек қоясың. Өзің. Бұңғалда бейтасы тегіз. Тауықтың етін жеп едім. Улы ет шығып кетті. Кейбір тауықтың еті сондай. Коронавирус. Өйтіп айтты, құрсын. Мен сандыққа заттар салуым керек. Үйге дейін шыдаш, егін тауып алдым. Не істеп жатырсың сондай? Етім бітіп қалды. Сондыққа заттардың бәрін салып кетейін деп жатырмын салсын. Тым құрғанда жүгіре алмайсың да. Еттім бітіп қалды дегенде достар, ана шамның қасына тұратын ет қой. Қазір мен ақ дөңгелектің үстіне тұрады. Мен осылар ғой. Еттім дегенде. Песок таптым тым құрғанда. Ne yedi? Doğru. İyi göçmen kontrolü. Koyamayız. Niye? Оператор. Бір песок сындырып қаламын біз. Түсіп кетсін деп. Жақта толған соң песок сындырып жүріп. Если там қолында не болды десеш. Не? Өзбек. Өлмеймін ба не? Жазылған. Көптеген песоктар үшін аламыз енді. 18 сетек дегеннен енді.
біз деген бұл 18-сінен көптеген песоктарды шығарамыз өйткені. Мысалы. О, крипер. Кішкене түрін өзгерген ба бірдеңе сияқты. Қайсы? Жарылтып тайын. Алғысын өзекті дейсің. Тым жерде жармайтын байдал болыпсың. Демей қой, өйткені ол судың үстіне тұрып жарылып. Иттің дауысы. Өлдім ау ақыры. Я иттің дауысы. Қайда. Үй жақтан шықтым. Так, ал мен болсам үйді таппай жүрмін. Кішкене деген тауып қалатын сияқтымын, өйткені кішкене есімде бар осы жақтарда екен. Мына қаяққа баратыр едім, жадашып кеттім оны. Сұр қоймен ақ қойды. Қой тол бар. Бұл таптым үйді. Қай? Үйдің атын. Бізде тас жоқ қой, пеш жасайтын. Сол жасау үшін ағаш таба алмай жүрмін. Менде не бар ғой? Мен неғып балтамда ағашын бұламын. Кирка жасадым мен. Сен тасын біткен ба. Анерді көмірлер көп жаратсын боласыз. Күректі жасауыншы ма? Не күрек? Аяқта көмір ба? Мен күрекке жетпей алдым ма? Ағаш бітіп қаламыз күрекке. Сұлтау. Аяқта көмір бар. Соны сындырасың. Иә. Жақтағы тастарды несінші. Не жейсің, қуасың ма? Көмірді жейсің болмайды ғой. Жейсің бітіп қалмасын дедің ғой. Мен етім кәдімгідей азаяды ғой. Уа. Сындырғады ғой дейсің. Лаваның ар жағында. Сен деген не? Не істеш? Не істеш деппін ғой. Тағы да етім түсіріп алдым. Түсіріп алдым. Қалай көрдің? Сен етім қалай сұлтан бітеді? Сен қаяқтасың? Алты тас бол. 8 тас жарайды. Білем. Елерге де кел. Ой, жайылып қалдым. Ой, мені өлтір. Еще маған қарап тұрам. Еще маған қарап жүгіріп қалады. Уже дейдім мен. Мұналты таспен келатыр ма? 9 саған. Қалғаны маған. Яқ, мен өзім түпке алдым. Мен өзім түпке алдым. Ха-ха-ха. Сен неда етің жолдан бітіп жүреді. Неге? Соны айтшы. Қалай бітіріп жатсың? Ой, жүгіре алмайын да. Менде өртейтін заттар. Менде өртейтін заттар жоқ қой. Әзірге бесбал күнмен өртеп отырмын. Песокты көмір сындырып ал деп айттым ғой. Пешке де салып қоясың ғой. Еще ұзақ жанады. Ол көмірден басқа жаққа бардым мен. Көмір таппай алдым. Жақын ғой үйге. Үйден шығасың да кішкене оңға былай жүресің. Болды. Жетесің көмір. Қасында бала бар. Бәрін алып алу керек бізге. Еще.
Есікті ашып жауып бүйтіп қиналып жүрмін, себебі есікті ашып жүрекші. Менің де етім ашып. Қалай кетті? Енді екі терезе пісіп тұр. Отқа жабысып тұрған көмір салайын отқансың ба? Сол ғой мен айтқам. Кішкене оттан алысырақ бір түрін көрдім мен. Үстіне тұрыпсын тұрмай қойыңшы. Астынан лава шығып қалса дейміз. Бір урон. Екінші урон емес. Қазір өрт қойды. Бірде 17-те несі бар. Есік шығады. Сиырды ұшырып жүр. Ешкі. Енді ескі. Мам, есік деп естіп кетті. Есік сиырды ұрам. Ой, мен өзі жарты етім деп қойыпты. Бір етімнің жартысы. Қалай именно менікі? Сен бұл жылдам кетер. Толтырып алдым. Мен енді бір етім ашып отыр. Енді дегенде жаңа еттер жедім мен. Несіне мына модта қарның жылдам ашама бірдеңе сияқты. Жоқ, мен ғой бір шақтаға үшсе түсіп кеткен. Жоқ. Былайынан не ғой, жүгірсең жылдам ашып қарның. Жүгіретін болсам. Есікте бұсаған қалай кетті. Жүгіретін болсам. Қарның кәдімгідей ашып кеткен. Ал жаймен жүрсең кішкене ұзақ болсын. Екінші үйлі үшінші пешті жасап алу керек. Олар да тезірек піседі. Ха-ха-я деп болып жүрсің. Сен диваның қайда, мына жерде тұрады. Или мына жерде. Қолымда ғой. Сен диваныңды көк түске бояш. Неге? Сол. Мен сарыға қойғым келіп тұр. Ал егерде қызыл болып қалып отырсаң, қайтаң сары қалады. Енді достар, біз бұл алтауынан 12 терезе жасаймыз. Не болып кетті? 16 ғой? Білмеймін, 16 сияқты. 16 кен 12 деп. Достар, және де мына модта жүр оны яқты сплит тағы да бір не қараңыздар міне. жоқ, маған қасқырлар жабылып жатыр. Сен болсаң видео жасап қоятын. Қараш, бірақ та бір жаман осы екен, маған несі тұрады. Әрбір блоктың не істеген. Жорстаққа кіріп кеткен ес. Ол міне алтауытайын тұрген. Мен кірем алтауытайын ешей. Мен иттер өлтіп тұстаған баны. Сенің қарның аш болды ма ол кезде? Яғни қарның етім бәрі аш болған болса, етім ана ашылып тұрған соң ет жегісі келіп кеткен ғой. Жоқ, мен ол біреуін өлтіп, өлтірді бұл. Бұрыр едім ғой, бір итті. Достар, мен деген қайтадан оралдым. Достар, және де сіздер ренжімеңіздер, бұған всегда тенде қалып қойып деген бағана. Сол себепті тұнбатпай біз деген мынандай дәрежеге дейін көтеріп алдық. Мен аңғара. Әлі нәрді істемедік. Қайттан ұстап қойып отырмын. Достар, қайтадан оралдым, және де бізде бесік жоқты. Мен кеттім, бір жануар өлтіріп болмай.
Сенің кроватың қайда айтпақшы? Менің кроватым үйде тұр ғой. Көкіректі қарашы. Қане? Қайерде? Міне. Менікі ғой. Саған көкке боятын. Мен кроватымды алып кеттім ана, сосын өліп қалдым. Еще сенің картатың шашып жүрген бе? Иә. Мен тас күрек деп бұны. Қазір түнде төбелесу үшін тас қылыш жасадым. Оған тек 4-ақ тас кетеді. Базар жоқ екенсіз. Саған жасайын ба? Маған песок табу керек сразу. Жоқ, нерде тұсқа қысайтын бір бәле тұр. Бұдан кірпіш жасауға болады. Бірақ қалай жасалатынын ұмытпаймын кірпіштің. Достар, сіздер білсеңіздер комментарияға жазып кетіңіздер, мынадан қалай кірпіш жасайтынын. Әлде жасалмайтын ба еді? Есімде жоқ нақты. Енді қой өлтіру керек та. Мен саған нөйден шұңқыр. Сен де үйге жақын жерде өлмедің ба? Ой, мен қызыл нерден деп орманға кетіп қалдым. Қасында ғой? Иә. Мен де дәл қасында орманда жүрмін. Кроватымды тауып қалсам айтамын ба? Мен 2 қой өлтіріп алдым өз. Қой көп екен. Біздің аулада қой толып жүреді. Бірақ та сенің кроватың шоқта болып кеткен шығар. Осындайда қой жоқ қой. Қой қайда екен? Алды песок жинағанбыз. Песок бар екен ғой, не oldu? Үйде жақын жерде. Қоспаннан. Иә. Тана жақтан орман ішінен бағана жинаған песок бар екен. Осы ер қалай? Жаңа тәреңін тасырды әреңін айты сияқты. Немесе жоқ. 3-ші қойымды таба алмай қалдым. Қойдың баласында болдым мен. Қойшы алып келіп өсіріп бағып жүн маған істейсің. Жер тұрсын неге? Мына жерде сұр қой мен ақ қой көріп тұрмын. Ақ қойды өлтіремін де саған әкеліп беремін. Қой істемей қойыңыз. Сектор теңгені алып қойдым мен. Жоқ, қантадым. Саған? Мен саған ертеңде қойдым. Не? Қызыл. Қылыш. Қылыш пен балта. Тас бірақ. Тұғыл мен ерім әрмағат. Кетші бар шересіне де оласам дейсің. Ол мен бір қойта бол. Жаңғыр жоқ көрсен қалай. Ол қойды өлтірмей қойшы. Жүре болсын. Мен қой алып бердім. Өзім көтсе кетсін. Бір песоктар. Үйдің артынан бір песоктар тауылған. Үйдің артынан сосын бір қой жүрген ғой. Иә, соны айттым ол. Еще бір емес 2. Үйдің алдында қойып көрсін. Мен қылышымды алып кеттім. Ей. Диван жасата сразу ұйықта. Тана суып кетті ғой. О, монстрден қорқып отқан. Қорқақ. Есік жауып тұрған. Сашыққа тұрды. Салық болса да қорқақ тересені сындырып тұрды. Оның ақ диванда жата берді.
Анан өлтүрүш кылышың. Уякта. Ұйықтай деп отыр. Достар, ошо мен келесі бөлімде алып тастасам бекен дептим. Мамото өткен карным жаман катты ачып. Мен шетім өттік. Мәме сен қылышыңды алып жейтін кетіп жүріп қой. Мә. Таса кылыш коюп коюп дейсиң. Сол үшін сен жазаланасың. Ей, бергелш. Ей. Қазір қармақ істейін. Әрине бір өлмекші болса. Мына факелді тек қана бір жерлеуге қоя аласың. Шарты екі. Еще, үстіне ақ ағашпен жағып, қайыңмен. Сығып. Сені үйге келіп мені өлтіріп тастай аласың ба? Сосын сен мені үйге келіп өлтіріп тастайсың. Мен деген осы үйден шығам ба, білесің бе? Неге? Өйткені өзім жасаған диванда бар. Соның аяғы тұратын жерінен шығам. Мен ерсем. Ой, достар, енді кешіріңіздер, видео түсіріп жатқан ұмытып кеттім. Бірінші бөлімде біттім. Үйді жасап үлгермеген сияқтымыз. Азыр мен 16 ағаш жинап келемді, үйдің үстін жауып істеймін. Сосын үйді жасап үлгерген болып шығамыз. Осы 32 минут өтіп кетті ғой. 16 болды ғой. Келе жатырмын ғой енді үйге. Етім жоқ қасқа, бірақ етім бар. Ема бана қой жоқ болып еді, қазір қойлар болған. Еще оластай крипер жарып кеткен. Қазір мен 16 ағаш жасап алайын. Ей, балтамен мені бұрыш. Қолыңдағы балтамен. Тағы да бір. Екі қып алды. Менің уронымны сен алып. Уронына әкеліп. Енді сені өлтірейін. Ей, күте тұр. Өзім жасатсам, қорқос. Tamam, pazar olsun. Neyse. Ой, мен де немнің астынан шықтым. Давай жасап таста. Қазір осы видеодан кейін Among Us'тан видео шығады деп ойлаймыз. Енді шығады дегенде ертең шығуы мүмкін. Достар, енді бұл видеоны түнде түсіріп отырық. Және де менде мегабайт кішкене дұрыс істемейді. Сол себепті бұл таңертең ба шығуы мүмкін. Яғни 20 октябрьде. Тым құрығанда аттың ойластырдым. Еш. Не керек емес бар. Қашып қой отырайын. Шетелде. Достар, мен сөйлесіп болдым. Және де мен Там ұлбам. Ей, сандықта екен ғой, екеуі. Ұмытып кеттім ғой. мен не бұрылатсың? Bir сәт басып сен алтынан ұшып қала өрдің ғой.
Birazdan қараш. Есікті ашуға болмайды. Үйге кішкене болса да ауа кірсін. Достар, енді ертеңгі бөлімде мал шаруашылығымен айналысатын шығармыз. Және де екінші ташты құруымыз мүмкін. Ертең Амонг-Астан да видео шығады. Ал және де осы видео білесіздер. Енді Амонг-Астың видеосы 2 күннен кейін шығуы мүмкін. Достар, бірақ та мен барынша үлгеруге тырысатын боламын. Достар, енді осымен біздің видеомыз тәмам. Сіздерге ұнаса лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Соны айтам. Камераға жақында болғанда. Қош, сау болыңыздар.